қазақ халқы қонақжай халықпыз. Қазақ халқы үйге қонақ шақырған уақытта міндетті түрде қонақтың қолына су құяды. Дастарханнан бұрын. Яғни қонақтарды отырғызамыз. Оған кім су құяды? Оған сол үйдің балалары, ұлы, немересі, үлкендерге қолына су құяды. Соның батасын алады, одан кейін отырып тамағын жейді. Енді мен осы дәстүрді зерттеп қарасақ, мысалы, пайғамбарымыздың хадисінде айтады. Тамақтан бұрын қолдарыңды жуыңдар дейді. Кедейліктен сақ боласыңдар дейді. Тамақтан кейін қолдарыңды жуыңдар, сонда қартайғанда алжасудан сақ боласыңдар дейді. Бұл енді хадис. Бұл пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям үмбетіне насихаттаған өсиеті. Енді бұл дін, діннің тәрбиесі. Міне осыны біздің халқымыз бірінші тамаққа отырар алдын қолға су құюды үйретті. Және бұл жерде пайғамбарымыздың дәуіріндегі қолға су құю форматына келсек, сол кезде де кішкентайлар үлкендерге су құяды екен де, үлкені сол кішкентайға бата береді екен. Бізде де қазір қолға су құйса, сау бол айналайын, өркенің өссін деп айтамыз. Міне, бұл жерде тәрбие жатыр, және ізгілік жатыр, және бата жатыр. Бұл бәрін алып келген кезде осындай сабақтастық жатыр. Сол секілді мысалы табалдырықты аттап кіруден бастап дастарханның басында отыру, алдынан бисмилля деп тамағын жеу, тамақтан кейін әлхамдулилля деп ас қайыру. Бұның барлығы тұнып тұрған тәрбие, тұнып тұрған дәстүр. Бірақ оның арғы тегін қарасақ, жаңағыдай біздің шариғатымыздың талаптары жатыр.